Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, күз айы басталып, күн суыта бастаған сәтте ауырып қалмау үшін алдын алу қажет. Сондықтан бүгін сіздерге лимон жемісінің пайдасы жайлы айтатын боламын. Сол үшін пайдалы ақпараттан құр қалмау үшін видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Қазір сіздерге лимонмен емдеуге болатын бірнеше ауру түрін ұсынамын. Тамақ ауруы, ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып, қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Бронх қабынуы, бронхит. Егер бронх қабынуына дейін жетсе, онда 50 грамм үкіштен өткізілген ақжелкек пен 2-3 цитрустық жемістің шырынынан сусын жасаңыз. Кейін соны шай қасықпен бірнеше мәрте тұтынып көріңіз. Алайда артынан ештеңе ішпеңіз. Тұмау кезінде дәрілік шөптермен және лимонмен шай ішіңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, қырықбуын. Осындай қоспалар ағзаңыздағы кальций мөлшерін көбейтеді. Бауырдың қабынуы. Мұндай ауруға шалдықсаңыз, лимон суын немесе шырынын күн сайын тұтынып көріңіз. Ол лимонның қабығын аршып, екіге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағатқа қалдырыңыз. Дайын болған соң бір стақаннан аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Гипотония кезінде лимонды тұтыну қан қысымын біршама көтеруге көмектеседі. Лимон нерв жүйесін жақсартады, стресске төзімділікті арттырады, ұйқыны жақсартып, бас ауруын жазады. Лимон жоғарыда айтылған ауру түрлерін алдын алуға көмектеседі. Ауру айтып келмейді дегендей, бұл жемісті міндетті түрде үйде болуын қамтамасыз етіңіз. Бүгінгі лимон жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ем болсын.